Ассалаумағалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен әдемі сумочка тоқып үйренеміз. Осындай қазір суретін қойып қойдым. Міне осындай сумка тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге моншақ керек. Моншақ менде 0,8 размер. Және жіп керек. Капрон жіп. Любой строительный магазиндерде де сатады. Бұлай фурнитура, моншақ, осындай жіптер сататын жерлерде де сатады. Қайшы және осындай ине керек. Басы тупой, бұл мынандай тоқитын заттар сататын жерде спицамен бірге сатылатын тупой ине. Егер ондайды таппай жатсаңыз, кәдімгі үйдегі острый инемен де істей берсеңіз болады. Бұл бізге моншақты жіпке өткізу үшін ғана керек. Егер прям тупой керек десеңіз, газға ыстық отқа күйдіріп, темірге тупой жерге битсеңіз, басы жаңағыдай майысып тупойланады. Сосын замогымыз қажет. Замок өзіңіз қаншалықты ұзындық алып атсыз, аузы қаншалықты үлкендігін алып атсыз, соған қарай аласыз. Және цепочка бауымыз. Дайын бау жаңағы қоя салсаңыз да болады, немесе қолдан тоқып бау жасасаңыз да болады. Астарлығымызға мата, кез келген өзіңізге ұнайтын мата. Және мынандай бізде канвалар сатылады. Бұл өзі үлкен, менде бұл кусоктар уже қолданып жүрген материалдарым. Осындай үлкен түрі болады. Сондайдан біреу алсаңыз, сізге біраз сумка тоқығанға жетеді. Бұдан біз сумканың мынандай жанына келетін мынандай кішкентай ғана бөлшегін қиып алатын боламыз. Егер осындай майда жаңағы моншақпен де надан кішкентай түрі бар, 0,6 ма, 0,5 па, білмеймін, моншақтың кішкентай түрі бар. Содан тоқиым десеңіз де болады. Осы неге, осы канваға жарайды ол. Мынау кішкене майда клеткасы. Және мынандай үлкен клеткалы неде бар, үлкен клеткалы канвада бар. Бізге қазір сумканың основасын осыдан тоқитын боламыз. Бұдан мен уже тоқып алғанмын, міне уже, бұлда да уже үлкен, негізі бұндай канвалар үлкен болады. Мен уже бұл жерден кесіп алғам. Мен енді қазір бұның енін осылай екі бүктеймін де, екіге бөліп қиып алам. Ал мына ұзындығын мен мынаны айналдырып өлшеп, мысал үшін маған қанша керек, соны ғана қиып алам. Например, қараңыз, осылай айналдырып, мен мынаны өлшеп көремін. Былай өлшеп, міне маған мына жерге дейін, мына жерден кесіп тастасам, осы жеткілікті болады. И былай қиып аламын. Ал қыздар, мына жанындағы клеткасына келетін болсақ, бұл жер 1, 2, 3, 4, мына жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ал бұлай жалпақ жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына асты 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 клетка. Осылай қиып аласыздар. Қазір оның бәрін көрсетемін. Осыдан қиып аламын. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мен мына жерден қиям, 13-ден қиямыз. Так. Бұл клетка менде мынау, мінекей, мына жерден қиямын. Қайшымен оңай қиылады. Және мына жақтан 19 керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ой, 20. Мәне 20-шысын қиямын уже, мінекей. Өйткені 19 бізге таза бүтін клетка қалу керек. Қиып тастадық. Енді мына шетіндегі үшкір болып шығып тұрған шеттерін түзулеп, бәрін қиып алып тастаймыз. Бізге сосын моншағымыз керек болады. Моншақты да қазір көрсетем. Осылай артық жерлерін кесіп тастаймыз. Енді бізге мынадан қараңыздар, төбесінде 1, 2, 3, 4 клетка қалу керек. Ал бұлай жанынан біз 1, 2, 3, 4 клетка қиып тастаймыз. Яғни қараңыздар,
мына жерде 1, мына жерде 2, мына жерде 1, 2, 3. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Получается, біз осы жерден қиятын боламыз. Жоғар жақтан санағанда 1, 2, 3, 4. Мінекей, 1, 2, 3, 4. Төртіншісін жаңағыдай клетканың бұрышын ашып жібермей, бұрышын қалдырып қиямыз. Так, дұрыс болды ма? 1, 2, 3. Мына төртіншісін қияды екен. Мінекей. Мінекей. Мына жерін өте қатты қимадым әдейі. 1, 2, 3, 4. Өйткені ол бізге кейін тағы да жанын тіккенде крепостьқа керек болады. 1, 2, 3, 4. Енді мынадан ары қарай қиям. 1, 2, 3, 4. Мінекей. 1, 2, 3, 4. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Басын жасап алдық. Дәл осындай енді төменгі жағында қиятын боламыз. Қараңыздар міне. Төменгі жақта бізде 3 ғана, ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шетінен 3 клетканы ғана қиямыз. Мінекей 1, 2, 3. Осы үшіншісін қатты ойып қиып жермейміз. Қараңыздар міне. 3 клетка ғана қиылды. 1, 2, 3. Енді мына жанынан да 3 клетка, үшіншісін қатты тақап қиып жермейміз. Мінекей. Енді ортада 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дәл осылай екіншісін тағы да қиып аламыз. Мінекей, осылай өлшей салсақ та болады. Ең оңай вариант. Мына жерден қиямын. Енді мына клеткадан қиямын. Шет-шеттерін торалап қиып тастаймыз. Мінекей. Енді 4 клетка, 1, 2, 3, 4 клетка, төртіншісінен бастап қиямын. Бірақ жаңа бұрыштарын қатты ойып жібермеймін. Қараңыздар. Бұрыштарын қатты оймай қидым. 1, 2, 3, 4. Төртіншісін қимаймын. Мінекей. Ортада 1, 2, 3, 4 қалды. Енді мына 3 көтерілем. Үшіншісін мынаны ойып тастамайым. Мына жанынан бастап қиямын. Мінекей. Мына жақтан да 3 клетка, бірақ үшіншісіне жеткізбей. Солай 3 клетка. Мінекей. Екеуін бірдей етіп дайындап алдық. Енді бізге мына заттарымды ала тұрамын. Енді мына үлкен канвамызды аламыз. Менде мына алдында бір шеті қиылған шеті уже. Осы канваға мына немізді жасап дайындап алғанымызды мына бұрышынан бастап былай қоямыз. Қараңыз. Мына мынанша, қанша мынадан үлкен клеткадан қанша қиып алатынымызды осылай өлшейміз. Мінекей. Мінекей. Мынау басына қойдым былай. Қараңыз, бір-біріне бірдей етіп келтіріп қойдым. Міне осынша, ендігісіне осынша. Мінекей. Ендігісіне осынша. Қалай тура көрсем екен енді. Осынша, былай. Және былай, былай. Енді осыдан былай. Мінекей.
осылай мына жерден мен қиып аламын. Мынаны бүйтіп кесіп дайындап қояйын, белгілеп қоям. Міне мен белгілеп алған жерімнен до конца қиямын. Что-то мына менің кішкентай сияқты болып тұр. Ладно, зато сумкамыз тез бітеді. Сіздер өздеріңіз мынаның размерін үлкейте отырып, бұдан үлкенінде тоқи бересіздер өздеріңіз, е. Енді осыны қиып аламыз. Шетіндегілерін, артық ұзындарды қиып тастаймыз. Болды, бұлымыз дайын. Енді бізге моншағымызды жіпке тізіп алу керек. Моншақ менде 0,8 размер. Ал қыздар, біз жанына керекті бөлшегін дайындадық, основасына керекті бөлшекті дайындадық. Маған осыншалықты қажет болды, осыны қиып алдым. Және егер мына бөлшекті жаңа айттым, үлкенде қылсаңыз, бұдан үлкенде қылып та тоқысаңыз болады. Енді инемізді аламыз, жібімізді аламыз, кішкене басын сулап, осыны өткіземіз. Қандай ине алсаңыз да, главное, моншақтарыңыздың несі өтетін болу керек. Біраз жіпті босатып аламын. Өзіңіз басында қаншалықтысын игере аласыз, соншаны босатып алыңыз. Мен енді қаншалықты өзім істей алам, соны босатып ала берем. Міне осылай моншақты жіпке өткізіп аламыз бірінші. Енді бірден бүткіл сумкаға жететін моншақты өткізіп алып, бүткілін тоқу қиын болып кетеді, өйткені жібіміз айналып кетеді, ширатылып кетеді деген сияқты. Сондықтан үзіп арасында жалғап отырып тоқимыз. Мінекей. Осылай өздеріңізге қаншалықты тоқып игере аласыздар, сонша өткізіп алсаңыз болады. Ал қыздар, енді өзімізге керек моншақты өзіміз өткізіп аламыз. Мен примерно где-то 100-150 моншақты бірақ өткізіп аламын. Міне қыздар, мен өзіме керекті моншақты тізіп алдым. Инемізді шығарамыз. Жіпті ар жағын қиып жібермейміз, осы мотокта тұрады. Жіпті қиып алып тастамаңыздар. Инені алып тастаймын, және өткізген кездегі басы жалбырап кетеді, соны қиып алып тастаймын. Енді мына дайындап алған немізді аламыз. Мына жіпті қиып тастамаңыздар қыздар, Бұны ар домалатып, біз моншақтарды жылжытып отырып тоқитын боламыз. Енді мына клеткамызды аламыз. Өздеріңізге қаншасы, қандай размерде керек ұнады, соны аласыз. 2-ге дейінгі любой крючок жарай береді. 2-ге дейінгі любой крючокты аламыз. Мына клетканы өзін қарасаңыз, оң жақ беті болады, мына жақ беті кішкене теріс беті тегіс келеді. Сол тегіс жақ бетіне мына бұрыштан 2 клетка, мына жақтан да 2 клетка қалдырып, 4 клетканы қалдырып, мына қиғашынан тұрғандағы 3-ші клеткаға кіргізіп, жіпті тартып шығарам. Мына үшін кішкене көбірек алып алам. Бұл үшін біз қазір жаңағы түйіндеп байлап қоюымыз керек. Сол үшін жасап жатырық. Мінекей 1,
жаңағы бір воздушный петля іліп алдым, кіргізем клеткаға, келесі клеткаға тағы да біреуін шығарам, және осыдан соединительный петля дейді ғой, шығарып аламын. Енді мына жоғарғы жаққа келемін де, осы жерден де бір воздушный петля, яғни 3 воздушный петля тердік біз. Менде біреу қалып қалған сияқты. Мінекей 3 воздушный петля теріп алдық. Енді осы жерден тағы да біреуін теремін де, біреу немесе екеу теріп жүрсеңіз де болады, қатты плотно байлану үшін. Мына ұшын шығарып тастаймыз уже. Қатты тартсақ, бізде плотно байланады ол. Мінекей тартамыз да. Кейін мынаны бірге біз қазір моншақтардың арасында тоқып жүреміз, ұшын күйдіріп жабыстырып тастайтын боламыз. Енді бізге мына оң жағынан тоқи береміз. Мінекей. Тоқта, қыздар, мына осылай, мына жіп шықты мына жерде. Екі клетка біз қалдырамыз, оны айтпақшы, бұяққа тоқымаймыз, қыздар, Мына клетканы қалдырамыз. Мына клеткадан бізде жіп шығып тұр. Мына клеткаға моншақты қалдырамыз, одан кейінгі клеткаға кіргізем мені. Бір клеткадан шықты жіп, одан кейінгіге моншақ тұрады, одан кейінгіге жіпті қайтып тартып кіргізем мен. Жіпті тартып шығардым, мені арсыдан, бір клетканы қалдырам, одан кейінгі клеткаға кіргізем. Яғни, бір клеткадан жіп шықты, бір клетка бізде моншаққа қалады, бір кейінгі клеткадан жіпті қайттан тартып алам. Осылай, мінекей. Бос қалдырған клеткаға моншақты қалдырам, және жіпті тартып шығарамда, астындағы петлядан алып шығам бұл жіпті. Мінекей, мына клеткадан бізде жіп шықты, кейінгі клетканы қалдырам, одан кейінгі клеткаға кіргізіп, мына жақтан жіп моншақты қалдырам, бос клеткаға. Мына жерден жіпті тартып шығарам. Қайтадан мына астындағы петлядан жіпті тартып шығардым. Мінекей, енді мына клеткадан жіп шықты, бір клетканы қалдырам моншаққа, одан кейінгі клеткаға кіргізіп, жіпті тартып шығарам. Қараңыз, моншақты қалдырам, мінекей, жіпті тартып шығардым, астындағы петлядан да шығардым. Бұл жіп шыққан клетканы қалдырам, одан кейінгі клетканы моншаққа қалдырам, одан кейінгі клеткаға күрчекті кіргізем, мына жақтан моншақты тастаймын, жіпті тартып шығарам, мінекей, петлядан да шығардым. Мына клетканы осы жіпке қалдырам, кейінгі клетканы моншаққа қалдырам, одан кейінгі клеткаға жіпті тартып шығару үшін кіргізем. Бір моншаққаны тастаймыз, және жіпті тартып шығарам, петлядан да шығарам. Мына клеткамыздан жіп шықты, кейінгі клеткаға моншақ келеді, одан кейінгі клеткадан мен жіпті тартып шығарам. Осылай тоқи береміз, қыздар. Мінекей. Үшінші клеткадан бірақ кіргізем ғой, получается, анақтан шыққан соң. Осылай жіпті тартып шығарам. Үшінші клеткаға кіргізем, жіпті тартып шығарам. Үшінші клеткаға кіргізем, моншақты қалдырам. Мінекей. Моншақты қалдырам. Шетінен 2 клетка қалу керек. Мына басынан да, мына жағынан да 2 клетка бізге кейін шетін обработка жасаймыз тағы да. Мінекей, моншақты біреу ғана қалдырам. Іліп тартып шығарам. Енді, мінекей, үшінші клеткаға жіпті кіргізем. Мінекей, моншақты тастадым. Енді петлядан іліп шығардым. Енді қараңыздар, қыздар, екінші қатарда бізде моншақтардың орындары енді ауысу керек. Мына бос тұрған жерге моншақ келу керек, моншақ тұрған жер бос қалу керек. Сол үшін мен моншақ тұрған жаққа бір воздушный петля жасап ауысамын. Ол қалай мына. Мінекей, мен кішкене нетем. Мына неге кіремін. Үшінші тесікке, мына жақтан санағандағы. Осы жерден жіпті
шығарып аламын. Мінекей жіпті шығарып алдым міне. Яғни моншақ тұрған жерден менде жіп шығады. Енді жіп шықты моншақ тұрған жерде, келесі бос тұрған клеткаға моншақ барады. Мына моншақ тұрған жерден жіпті қайтадан тартып алатын болам. Яғни қайтадан сол үшінші клеткаға кіргізем. Мына басынан санағанда ол уже 5-ші болады. 1, 2, 3, 4, 5-шіге кіргізем. Ал мына жіп шыққан жерден санағанда үшінші клеткаға кіргізем. 1, 2, 3 міне кіргіздім. Мына жақтан моншақтарымызды ары итеріп жіпті босатып алып отырамыз. Мінекей енді мына моншақтың тұсынан крючокты шығардым. Бір моншақ қалдырам. Жіпті тартып шығарам да мына петлядан тартып шығарам. Үшінші неге кіргізем клеткаға. Тағы моншақты қалдырам. Жіп тартып шығарам. Үшінші клеткаға кіргізем, яғни турына моншақтың тұсындағы клеткаға кіргізіп, моншақты қалдырам және тартып шығарам. Тағы да 3 клеткамыз үшіншісіне кіргізем, моншақты қалдырам, жіпті тартып шығарам. Осылай. Негізі өте оңай, өте тез тоқылатын әдіс, өйткені бір моншаққа 3 клетканы бірақ қалдырасыз. Каждыйына тоқып отырмайсыз. Осылай. Тағы да 1-2 қатарын көрсетейін сіздерге. Мына жағы уже түсінікті деп ойлаймын. 3 клеткаға бір моншақ қалдырып тоқи бересіздер. Егер сіздерге ыңғайсыз болса, аяқтарыңыздың арасына қысып алып канваңызды. Мен басында сөйтіп тоқитын. Мына қазір видео үшін, жалпы да солай тоқимын, видеоға түсіру үшін енді осылай отырып көрсетіп жатырмын. Жібімізді босатып алып отырамыз, моншағымызды ары қарай итеріп. Так, мына жерден шықты, үшіншісіне моншақтың тұсына кіргізем. Мына жібімізді бірге тоқып жеріп отырамыз. Мына жағына келгенде уже бір клетка тастап, мына жақта бірақ клетка қалады. Ол қорқынышты емес, қыздар. Қазір ол не болып кетеді. Мінекей осылай. Мына жақтағы петлясын қысқалап алдым, өйткені мен уже былай жақтан қарағанда 2 клетка бәрібір қалды. Бұл жерде тек қана жіп. Енді мен мына моншақтың тұсынан жіпті шығарып алуым керек. Мына моншақ тұрған жерге моншақ келмейді. Өрде менде тек қана жіп тұру керек. Сондықтан мына жанындағы клеткаға, моншақтың тұсындағы клеткаға кіргіздім. Жіпті тартып шығардым, осы жерден бір воздушный петля жасап алдым. Мінекей. Енді мынаны қазір бірге тоқып кетіп отырам. Мінекей. Былай, мына жақтағы мына моншақтың тұсынан шығардым крючокты. Яғни мына жіп шықты, мына бос жер моншаққа қалды, келесі жерден моншақты тартып шығарам. Мінекей осылай. Жібіміз. Енді мінекей 3 клетка қалдырам. 3 клетка қалдырам. Моншақтың тұсынан шығардым крючокты. И моншақты тастаймын осылай. Тете Ибрахимдікі бар еді ғой жаңа қаяқта. Мінекей. Осылай. 3 клетка тастаймын. Туры моншақтың тұсынан шығады. Мінекей тартып шығардым. 3 клетка үшіншісіне кіргізем. Моншақтың тұсынан шығады. Моншақ қалдырам. Тартып шығарам. Үшіншісіне кіргізем. Мына жақтан моншағымызды алып келеміз. Моншақ қалдырам. Мына жақтан тартып шығарам. Үшіншісіне кіргізем. Моншақты қалдырам. Жіпті іліп шығарам. Өте оңай, қыздар. Үшіншісіне кіргізем. Моншақтың біреуін қалдырам. Жіпті тартып шығарам. Қайттан үшінші клеткаға кіргізем. Моншақты қалдырам. Жіпті тартып шығарам. Үшіншісіне кіргізем. Жібімізді босатып тартып алып, моншақтарды ары итеріп отырамыз.
Осылай қыздар ең оңай тоқудың әдісі бұл. Мінекей үшіншісіне кіргізем, моншақты қалдырам. Мамам. Мінекей. Осылай тоқи бересіздер. Моншақты алып келем. Мінекей біреуінен кейін жіпті тартып шығарам. Үшіншісіне кіргізем. Яғни төбе жақтан мына бір клеткадан кейінгіге кіргізіп тұрмын, осы жерде мына петляны кішкене қысқалау қылып ұстап тұрсаңыздар болады, өйткені біз келесіде уже тура осы клетканың мына клетканың жанынан етеміз. Сол кезде бос болмайды, бұл қысқа болған сайын тартылып тоқылады. Міне жанындағы, мына моншақтың тұсындағы клеткаға кіргіздім. Мына жіпті алып, осы жерден іліп шығарып, құр бір воздушный петля жасап алам. Мінекей. Міне енді осы жерден жібім шықты, моншақ тұрған жерден. Енді келесі моншақ тұрған жерге кіргізем, моншақтың тұсынан, то есть тұсындағы клеткаға. Осы жерге бір моншақ қалдырам. Мінекей. Ары қарай уже оңай. Үшіншісіне кіргізем, моншақ қалдырам. Үшіншісінен жіп тартып шығарам. Үшіншісінен кіргізем, моншақ қалдырам. Жіп тартып шығарам. Үшіншісінен кіргізем. Мына жақтан моншағымызды әкеп алам. Жіпті босатып алам. Міне бір моншақтан кейін жіпті тартып шығардым. Үшіншісіне кіргіздім. Бір моншақ қалдырдым. Жіпті тартып шығардым. Үшіншісіне кіргізем. Моншақ қалдырам. Түсінікті деп ойлаймын, қыздар, Видео барынша қысқа болсын деп өте кішкентай сумочканы алдым. Сіздерге главный тоқылу әдісін көрсету үшін ары қарай өздеріңіздің қалаған форма дейді, өздеріңіздің қалаған размер дейді, сондайды өздеріңіз не істей берсеңіздер болады, тоқи берсеңіздер болады. Главный бізге тек моншақтарды кезектестіріп отыру керек. Бір моншақтың тұсында тұрып қалмау керек. Моншақтың тұсында жіп тұру керек. Жіптің тұсында моншақ тұру керек келесі рядтарда. Сонда кезек моншақ түседі. Осылай. Так, мына жерде мынаны былай жіберіп жіберейін. Моншақ қалдырам. Мінекей, бір клетка қалдырып, мына жерді барынша қысқа қылып шалқайтып ұстап тұрмын, Өйткені мен уже келесі рядта мынаны барынша тартамыз. Мына тура осы моншақтың тұсындағы келесі мына клеткадан жіпті шығаруым керек. Енді міне жіпті іліп, мына петлядан бір воздушный петля шығарып алам. Енді міне осы жерден жіп шықты. Мынаны моншаққа қалдырам, келесіге моншақ қалдырып, ары қарай тоқып кете берем. Міне үшеуден кіргіздім, моншақтың тұсынан шықтық. Жіпті тартып шығарам. Үшеуден кейінге кіргізем. Моншағымды алып келем. Мына жерде бүйтіп ұстап тұрсаңыздар болады. Біреуден кейін тартып шығардым. Так, жібімнің бәрі полностью ілінбей қалды. Көбісі елдер ойлайды, мынаның бірі тарқатылып кетсе, бітті, ары қарай бәрі кетіп қалады деп. Негізі олай емес, мен өзім бұндай сумканы тоқып ұстап жүрмін. Бұндайды негізі мынандай капрон жіп болмаса да, жұқа лескалар болады ғой. Сондайлар мен чересчур андай бисер тоқитын леска емес, кәдімгі сумка жасайтын лескалар болады ғой. Сондай лескалармен тоқсаңыздар да болады. Бірақ мен өзім біраз жыл ұстадым, кәдімгідей ұстадым бұндай сумканы. Біреуін әлі ұстап келе жатырмын. Сондықтан качествосына еш қорықпаңыздар, қыздар. Бір сетінеп кетсе, ары қарай бәрі кетеді деген әңгіме жоқ бұда. Енді тоқып отырып солай ғой, енді тоқып отырсаңыз, бір мына жер шығып кетсе, ары қарай бытырлап кетіп қалады. Ал негізінде бұл оңайлықпен жаңағыдай құртыла қоятын сумка емес. Еш андай качествосына күмәнданбаңыздар.
сатқанда да еш ойланбай сата бересіздер, уайымдамай еш нәрсені. Мінекей. Енді мына тура осы моншақ түскен клетканың несінде кіргіземде, жіпті ғана ашын тартып шығарам. Мына петлядан шығарып алам. Мына моншақ тұсынан жіп шықты. Енді ары қарай келесі моншақтың тұсынан кіргізем. Міне 3 клетка қалып тұр. Осылай тоқимыз қыздар өзіміз. Осылай тоқып келеміз. Соңында мына 2 клетка қалғанға дейін тоқимыз. Мына қатардың бәрін толықтырып, мына жерден 2 клетка қалу керек, қалған рядтың бәрін толықтырып тоқимыз. Қыздар, мен біраз жерін тоқып келдім. Сіздерге жалғауды көрсетіп жіберейін деп тұрмын. Мына жерде менде, например, жібім бітті. Осы жерге жалғап, соңында да мына жерде кәдімгі келесі неге или мына клеткаға кіргізіп, жаңағы 2 рет воздушный петля теріп жерсеңіз, или 1 рет воздушный петля теріп жерсеңіз, ол өзі не істейді? Тартып қалсаңыз, шығарып жіпті байланып қалады. И келесі жіпті осылай кәдімгідей байлайсыз да. Мына сумканың астында бұлары көрінбейді. Әлі астар тігеміз бұған, сондықтан қорықпаймыз. Осылай байладық. Жоқ, қыздар, дұрыс байламадық біз. Жіпті жоғарғы жағынан кіргізіп байлаймыз. Қыздар, осылай тоқыдық, ары қарай жалғаймыз. Осы крючоктан, клеткадан, жіп кіру керек болған клеткадан жіпті кіргізіп аламыз бұлай. Оң жағынан сыртқа қарай шығарып аламыз. И мынаны екеуін бірге байлай саламыз, болды. Ары қарайғысын тағы да тоқу барысында араларына кіргізіп жеріміз, ең соңында оларды күйдіріп жабыстырып тастаймыз. Айтпақшы, бізге тағы да зажигалка немесе сіріңке керек. Мен оны айтпаппын басында. Мінекей байланып та қалды. И бұлай бұны да тоқу барысында бірге тоқып жібереміз. Мынау менде тоқылмай қалыпты, жарайды. Болды, енді ары қарай моншағымызды тастаймыз да, тартып шығарамыз да. Мынаны қазір бірге тоқып жіберіп отырамыз. Мінекей 1, 2, үшіншісіне кіргізем. Бір моншақты тастаймын. Тағы да үшіншісінен келесі моншақтың тұсынан шығарамын. Тағы да мінекей. Артындағы петлядан өткізем енді. И үшеуінен тастап, мынаны тартып шығарамда, петлядан өткізем. Үшеуіне тастаймын. Моншағымды алып келем. Менде үйде дайыны тұрған, соны жалғастырып тоқып атыр едім. Түстері 2 түсті екен. Мінекей, осылай ары қарай тоқи береміз. Сіздер уже тоқып келдіңіздер, білесіздер. Сіздерге жалғау жерін көрсетейін деген. Мінекей. Болды. Ары қарай енді 2 қатар қалғанға дейін тоқи береміз өзіміз. Қыздар, бәрін тоқып алдық, дайындап. Мен енді жіпті үзбей, осы шетіндегі бос тұрған клеткаларды құры жіппен айналдырып тоқып шығуымыз керек. Дәл осылай, жоқ, үзу керек екен біз бәрібір. Үзбей өзімше нетейін десем. Мінекей, келесі клеткаға кіргізем. Келесі клеткаға кіргізіп, воздушный петля тартып алам. И мына жақты жоғарғысынан кіргізіп, воздушный петля тартып шығарып аламда. Тағы да бір воздушный петля жасап, қиып тастаймыз. Енді мынаны тартып шығарып тастаймыз. Сол кезде мына жер байланады. Қатты тартамыз. Енді жіптегі қалған моншақты уже шығарып тастасақ болады. Артылып қалды уже. Енді тек құры жіптің өзімен, осылай менде мына жерде жіптің жаман жері бар екен. Кесіп тастаймын. Енді
тура жаңағыдай бұл жолы енді ішінен тартып шығарамыз, қыздар. Мінекей біріншісінен бүйтіп мына жағын бір түйіндеп алайын. Бәрін кейін бірге жасырып тоқитын боламыз. Мінекей. Екі воздушный петля и тартам. Түйінделді бұл. Мына жақтан шығып кетті. Мына жағынан шығарып жібереміз қайтадан. Енді осы жерден жіпті шығардым, қараңыз, мінекей тағы бір клетка қалдырам. Тура жаңағы тоқығыз қой. Мінекей. Бір клетка қалдырам. Моншақсыз тоқимыз тек қана енді. Бір клетка қалдырам. Мына астындағы жіптерді күйдіріп жіберсек болады қазір. Мінекей, өте қатты жалбырап тұрған жерін қиып тастап, күйдірмей қойсақ та болады негізінде. Жабыстырып қоюым керек десеңіз, өстіп күйдіріп өйтіп жабыстырып қоясыз. Болды. Енді ары қарай тура осылай жаңа моншақты қалай тоқыдық, біз мына узорымыз бізде просто мына жақта астында болды. Енді осы узорды біз мына жақтағы үстіне шығардық. Осылай тоқып, каждый клеткаға тоқсаңыз да болады, ерінбесеңіз. Тезірек бітсін десеңіз, осылай через бір клетка тастап тоқсаңыз болады. Бірақ осы бір клетканың ішіне екі рет тоқимыз, қыздар. Екі қатарды бірақ тоқимыз осы бір клетканың ішіне. Получается, біз айналдыра 4 қатар тоқуымыз керек қазір. Мінекей. Менде тура бұрышқа келді. Егер сізде бұрышқа келмей қалса, бір клетка қылыпты тоқи салсаңыз да болады. Осылай айналдырып тоқи береміз, қыздар. 4 қатарды айналдырып тоқимыз. 2 қатарға әр клетканың ішіне 2 қатардан 4 қатар тоқып шығамыз. Мына клеткаға өтуді түсінбей жатсаңыз, қазір тағы да көрсете саламын. Мынаны пока енді осы бір қатар клетканы айналдыра 2 қатар тоқып шығамыз. Қыздар, менде мына жерде соңғы клеткада бір ғана не қалды. Мына жақтағы барлық узор бірдей болу үшін мен тура осы бір неден тоқи берем ары қарай. Енді ары қарай міне клетка қалдырып тоқимын. Жаңа екеуінің узор бірдей болу үшін клетка қалдырмай сразу келесі клеткаға тоқи бердім. Осылай енді осы екінші қатарды айналдыра тоқып шығамыз өзіміз. Қыздар, мені бірінші қатарын бір клетканың ішін толтырып шықтым. Енді екінші қатарға жай осы келесі төменгі клеткаға кіреміз де жіпті тартып шығарып аламыз. Кәдімгі енді ары қарай сол узорымызды тоқып кете береміз. Мінекей. Бір клетка тастап кіреміз. Бір клетка тастап кіреміз де тартып шығарам. Бір клетка тастап кіреміз де тартып шығарам. Осылай. Осылай енді осы екінші қатардың клеткасында 2 қатар айналдырып шығамыз.
мына жерде бір ғана клетка болып қалды. Сразу келесіге тоқып, енді былай айналдырамыз да. Бір клетка алдырып. Жоқ, мына жерден де бір клетка қылайын. Сразу келесі клеткаға, чтобы менде тура на моншақтың тұсына түссем, моншаққа тиіп мешать ете береді, сондықтан мен моншағы жоқ жерге түсу үшін соған расчет жасаймын. Сіздерге тоқи берсеңіз де болады, бірақ ол прямо бүйтіп бір қатты көрініп, түрін өзгертіп тастайтындай не емес. Бәрі бірыңғай қағажып болғандықтан көрінбейді, білінбей кетеді. Осылай, осы екінші қатардағы клетканың ішінде екі қатар тоқып шығамыз. Ал қыздар, мен екі қатардың бәрін тоқып болдым. Енді мына жерде жіпті қиямын, тартып шығарып аламын. Келесі клеткаға дейді ғой. Мына жіпті келесі клеткалардан тартып шығарам артқа қарай, астына қарай. Мінекей. Енді астындағы кез келген бір жіппен, бастаған кездегі жіппен байлап, бұны жасырып тастаймыз. Күйдіріп, жіпсіп тастасаңыз да болады. Жабыстырып тастадық. Енді бізге мына жақта тағы бір жібім қалыпты. Енді бізге не істеу керек? Астар қиып алу керек. Осыны бірге етіп өлшеп. Бәрі дайын болды. Үстіміз осындай. Қазір осындай сумочка болып шығады бұл. Енді бізге астарын өлшеп алу керек. Қиып аламыз осыны бірдей етіп. Бірдей болғанда кішкене артығымен қиып аламыз. Қайырып астына қарай тіккенге. Мына жағы былай. Мен где-то мына жерден қиып алу екенмін. Істеудің ба? Так, мына жері кішкене. Мінекей. Мына жақ қайырғанға. Міне осылай қиып алдық. Енді осыны былай шеттерін қайырып, нанмен бірдей етіп, былай айналдырып тігіп шығамыз. Ол үшін бізге ине жіп керек енді. Қыздар, ине жібімді дайындап алдым. Енді мынандай шетінен былай бұрыш жасап аламыз. Қайырып, екі шетінде қайырып, мына жерге қоямыз. Осылай каждый клеткаға тігіп шығамыз астарды енді. Мына жерін бір айналдырып тіктім. Міне енді мына жақтан келесі клеткадан кіргізем. Осылай тартып тігеміз мына бір шеті. Жібімізді түзулеп аламыз. Осылай енді каждый клеткаға тігіп шығамыз.
Ал қыздар, сумочкамыздың сырты дайын, тоқып алдық. Ішінде астарлап тігіп алдық, е. Енді қазір екі жағын дайындаймыз да, екі жағын қосып жасайтын боламыз ары қарай. ПКБ-ны қоя тұрамыз.